Карл Клаб компаниясына қалай заказ бересіз, доставканы қалай таңдайсыз, сол туралы түсіндіріп өткім келіп отыр. Жоғарыда видеороликте көп шыққандай доставка түрін таңдап алған боларсыз. Енді сіз сайтқа кіріп, өзіңіздің алғыңыз келіп тұрған өнімді таңдайсыз. Ол үшін міне Карл Клаб приложениесіне кіресіз. Бұл приложениені сіз тіркелгеннен кейін, яғни скачать етіп алдыңыз да. Осыған кіресіз, міне. Кірген кезде сізде автомат түрде клубничный номермен пароль сұрайды, соны басасыз. Мен мана кіргендіктен сайтқа менде уже барлығы қосылып тұр, кіріліп тұр. Сайтқа кірген кезде міне сізде продукт, акция дегендері болады. Осы жерден қандай акция болып жатыр, барлығын қарап шықсаңыз болады. Мысалға біздерде қазір Оливия өніміне, міне осы өнімге жаңағыдай не болады, акция болып жатыр. Біреуін алсаңыз сізге біреу подаркқа келеді деген сияқты. Мысалы, корзинаға басамын. Міне бастым. Уже мне добавлен корзина деп төменгі жақта сіздің таңдап қойған корзинаңыздың сандары шығып отырады, жақсы ма? Осы жерден қарап отырасыз. Одан акциядан шығып кетемін, маған продукты керек. Мен мысалы өзіме керекті продукт алғым келіп тұр. Здоровьеға барам мысалға. Так, здоровьеға барам да мен дейтін, мысалы өзіме бір керек өнім алғым келіп отыр, сол өнімді барып қазір таңдаймын. Маған балдарға арналған өнім керек, детский маған мына витамин керек балама, осыны таңдап аламын. Одан шығасыз тағы да. Мысалға сізге женский здоровьеға арналған өнім керек болса, осы жерден аласыз, тоже таңдап аласыз. Мысал ретінде көрсетіп жатырмын, мужской керек болса, тоже кіресіз, таңдап аласыз. Осылайна өзіңізге керек өнім таңдап аласыз. Примерно сізге заказ қалай салу керек, сол туралы көрсетіп отырмын, міне. Уже салдыңыз. Мына жерде продукты дегенге басқан кезде здоровьеға барып, на красотаға барып, на активный компонентке барып, осылайнан өзіңізге керек өнімді таңдай берсеңіз болады. Чистотаға барсаңыз сразу шығып тұрады, уборка, посуду мыть, для стирка деп барлығы шығып тұрады. Міне жоғары жақтан міне көтеріп, осы төмен түсіріп, өзіңізге керек өнімді таңдай бересіз. Міне манағы мен таңдаған заттарым уже міне корзинама түсті. Міне мысалы 11 зат болып, осы затты енді мен былай шешем. Былай істеймін осы затты. Қазір көрсетем. Міне корзинама кіремін. Мана өзіме керек жаңағы түскен заттардың барлығы қосылды екен, барлығын қарап шығамын. Осылайынан қарайым. Мына барлығы маған керек өзіме, сол себепті мына жерде төменге түсе бересіз. Түскен кезде өзіңіздің заказыңыз, мысалы қанша мыңға шығып тұрғаны өзіңізге байланысты, заказды таңдауыңыз өзіңізге байланысты. Қанша мыңға шығып тұрғаны көрініп тұрады. Вот мына жерге оформить заказ дегенді басасыз. Толық мына жерде аты жөніңіз, почтаңыз барлығын толтырасыз түгелдей, не сұрап тұр, барлығын толтырасыз да. Менде автоматты доставка курьермен келеді, барлығын толтырасыз да. И оформить заказ дегенді баса қоясыз. Сонда сіздің заказыңыз шығатын болады, жақсы ма? Егер осылайынан заказ бере алмасаңыз, менен көмек сұрасаңыз болады, мен сізге өзім көмектесетін боламын. Одан бөлек тағы бізде заказ берудің күшті өте жеңіл жолы бар, сізге жақсы көмектеседі. Біздерде жаңағы не бар? Мана жоғарыда айтып өткендей, Алматының главный офисіне аласыз, сізге телефон номерін лақтырып қоямын, главный офистің. Мына жерге Алматы офис деп іздеймін, мен контактымда сақталып тұр. Алматы офис, міне осылай Алматы офис деп. Осылай мына жерде мен мысалы кейбір қыздарға заказын беру көмектескен болатынмын, Алматы офис деп, осылайнан не істейсіз? Міне. Алматы офисіне кіресіз де жазып жібересіз, мысалға саламатсыз ба? Маған заказ беріп бересіз. Мысалы алдымен сіз өзіңізге керек өнімді жазасыз. Мысалы керек өнім сізге детокс па? Детокс жазасыз, детокс. Қазір жерде былай көрсетейін сіздерге. Так, мен детокс. Енді жазылып тұр, детокс дейсіз. Мысалға сосын сіздің тұратын жеріңіз қандай, соны жазып жібересіз. Сосын өзіңіздің осы компанияға тіркелген клубничный номермен аты жөнін жазып жібересіз. Одан кейін телефон номерін жазып жібересіз. Сосын ол кісі сізге жауап береді, сәлеметсіз деп жіберіп бересіз деп жазасыз, міне. Одан кейін ол жаңағы офисте отырған адам жіберіп береді. Мынау сіздің квитанцияңыз, міне квитанция бергеннен кейін сізге айтады, Каспий жаңағы приложениесімен төлейсіз бе, жоқ әлде картамен төлейсіз бе? Сосын өзіңіз ыңғайлы вариантпен осылай оплата жасап жібересіз. Одан кейін сізге міне рахмет деп рахметін айтады. Өте оңай жол осы. Өзіңізге керек өнім фотосын жіберсеңіз де болады, болмаса манадай жазып жіберсеңіз де болады, Сіздің бизнесіңізге сәттілік. Бүгін жалпы тіркелгеннен кейін міндетті түрде 72 сағаттың ішінде өзіңізге керек өнімді алып үлгеруіңіз керек. Ол міндетті емес сізге, егер сіз бизнеске келетін болсаңыз, 50 бол обязательно. Егер де тұтынушы болып жаймен бизнес бастаймын десеңіз, онда сіз
жаңағыдай 12 балдан жоғары заказ салып компанияда өз орнын сақтап қалсаңыз болады. Қандай жол таңдасаңыз да біз сізге команда құрып көмектесеміз. Сізге сәттілік. Қалай да бизнестегі өз орнын сақтап қалыңыз, жақсы ма? Компания беріп жатқан мүмкіндігін қолданыңыз. Ақшаңыз далаға кетпейді, өзіңізге керек өнімді аласыз. Сәттілік сізге.